Ауыл, ауыл. Балалар есік алдында ойнап жүр. Мінекей, ар жағында тау бар. Ол жерде құлын, жылқы, қора. Малдарды көрсетіп жатырмын балаларға. Мына жерде тағы бір жылқы тұр. Құйрығы ғана көрініп. Нарысымен қол жоқ тұр. Умывальникті қызып көріп ауыл. Нарысымен тоже жылқы, мал көргісі келіп. Ес ауылының арасы даритап жатыр мына жерде. Шаршап, анау көршілер сиыр бұзауларын айдап жүр. Мынау биелер демалып тұр. Бізде бес ауыл арасы емес, биені сауылып тұр екен. Биені сауғызатын адам жоқ болса да. Алты ұлдың. Демек, 6 биені салады екен. Мына жерде көк арқырау деп. Оның артында тағы бір сұр. Мына жерде. Айқыран алып құйрығы көрініп тұрған алтын жеті. Мен забор сыртында тұрмын. Ау сыртта екеуі тұр. Міне, екінші биеге көштім. Молодец. Сауып сатын адам жоқ болса да құлын байлап сауып жатыр міне. Осы балалардың арқасы ғой. Әке шешесі неге кетті? Бір ұдайы беріп өткен соң кетті. Әке шешесі бар болса да осы балалардың өсі шаруасы жоқ. Шешесі қабылдап алып, көбісін пісіп, қымызын қотарып, ыдысын жуып, соны істейді. Бұлар сауып апарып беріп тұрады. Қымыз пісіліп жатыр. Жас үйде 2 күбі қымыз тұр. 15-15 литрде, 30 литрдей шамамен. Бүгін қымыз аздау. Күнде 50 литрдей қымыз болатын. Пісіліп жатыр. Ал екінші не? Қымыз бұлда қазір пісіледі. Күбі пісудің да өзінің нелері бар, ережелері бар. Мынау іспекті ұстап әдемілеп былай не қылар ғой енді. Іспекті ұстап жоғары төмен қозғаған кезде қымыз қопарып түсіп тұрады. Одан кейін іспекті түбіне қатты тигізбей, жетерге таянған кезде көтеріп алып отырады. Өйткені күбінің күбі бөлек ағаштан жасалып қабылатындықтан қатты оны піскен сайын ұрғылай берсе, ол түсіп та қалуы мүмкін. Сондықтан күбі піскенде жаңағы күбін піспекпен ұрмау керек. Жетер-жетпестен көтеріп алып керек. Бұл осы күбі пісудегі бір лайфхак болып табылады. Обылды деген ұсақпен обылды бұтарымен ұмыстың есі деген өзі керемет. Сарыарқаның сары даласында жанған жылқылардың несі өте керемет болады. Қазір қотарамыз, қымызды қотарамыз деп айтады. Қымыз қотарылғаннан кейін бұл күбілердің іші салқын сумен жуылып, содан кейін қақпақтары бар. Күбілердің арнайы қақпақтары мінекей, осы қақпақтарын екеуінің жауып қояды. Сосын міне осылай күнге әрбір күбіні 500-ден артық пісіру керек енді. 500-ден артық пісіріледі. Ол өте сондай дәмді қымыз болады мінекей. Нағыз ауылдың мінекей сарайында тұрмыз. Сарай деген жаңа қымыз ұстайды, ыдыс-аяқтары тұрады деген сияқты. Міне осындай екі
екі нені түбіні пісіп жатыр. Міне бұндай да жағдайлар болып қалады. Екі түбіні бірдей пісетін. Міне. Сонымен қымызды ұстауды, қымызды баптаудағы екінші лайфхак ол күбінің ішін 2 күнде бір тобылғы бұтағымен ыстап тұру. Ұстаудың өзі бөлек бір видео. Оның тобылғының жаңағындай несін, бұтақтарын сындырып, жерді жаңағы жағып, соның түтініне күбінің ішін түтіндете, улайды дейді, не болмаса түтіндете. Тағы қымыз баптауда ең негізгі құралдарының бірі бұл күбінің піспегі. Бұл да әбден ысталған, ағаштан жасалған, өзі арнайы ағаштан жасалады ғой. Соның тесіктері мынандай ірі болу керек. Бұл нені пісуге ыңғайлы болады, жеңіл болады. Піспектің тесіктері ірі болса, жаңағы қымыз жеңіл пісіледі және жылдам пісіледі. Қымызды 10 литрлік шелекке құйып әкелді, қотарып, қымызды енді дәмін көргелі жатырмыз. Мінекей. Сапырып жібер қымызды, сосын дәмін көрейік. Қымыздың дәмін көрейік, сосын сапырылып жатыр. Диана, мен сіз шегіңіз, иә. Ой, мынаның иісі алыстан мұрныңды жарып жібереді. Қымыздың әдемі бір иісі. Жаңа сауылған қымыздың иісі. Мына бала, ана кіші мына балаға құйып қымыз ішеді. Данелия, қымыз ішеді. Данелия, қымыз ішіп көрші, мына бала сары май ғана жейді, қаймақ жемейді. Сары маймен нан жеп отыр. Мына бала қаймақ жейді, қаймақ жеп отыр. Қолдың свежий қаймағы дейді ғой, ағызған, соны жеп отыр. Ал енді қымызды көр. Ал қымыздың дәмін міне, қымыздың қойды, сары қымыздан дәм татып жіберейік ал бүгінгі. Алдай ғой. Күшті? Қымыз балдай. Жаңа шайымызды, таңғы шайымызды ішіп алғанбыз. Бұл енді қымызды қотарып, пісіп, жайғастырғаннан кейінгі қымыздың дәмін татып отқанымыз. Ал, Данелия, қымыз іші өте дәмді екен. Данелия, қымыз іші өте дәмді екен. Ал енді, Данелия, Диана, бұлар биенің сүтін ішеді ғой, сосын қымызды не қылмай жатыр. Қымызды ішіп қойыңыз. Ішіп отырмыз. Көрдің ба? Бұл күшті Бекежанға да қымыз беріңдерші.